إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث Піл оқиғасы. Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам туылуына 2 айдай уақыт қалған болатын. Осы арада піл оқиғасы орын алады. Адамдардың жан-жақта ағылып келіп, Қағбаны зиярат етулеріне тосқауыл қоюды қалаған Йемен басшысы Абраха Византия императорының көмегімен Шамға үлкен шіркеу салдырады. Адамдардың осы шіркеуге барғанын қалайды. Арабтар болса бұрыннан Қағбаны зиярат ететіндіктен Абраханың салдырған шіркеуіне еш көңіл бөлмейді. Тіпті іштерінен біреу барып шіркеуді ластап кетеді. Бұл жағдайға ашуланған Абраха Қағбаны қиратуға шешім қабылдап, бұл іске үлкен әскер жасақтап, Меккеге қарай жолға шығады. Абраханың әскері Меккеге жақындаған кезде жайлаудағы Құрайыштың мал-мүлкін таран-таражға сала бастайды. Абдулмутталиптің 200 түйесіне де қол салады. Абдулмутталип Абрахаға барып, түйелерін қайтаруды сұрайды. Абраха: «Мен сендердің қасиетті қағбаларыңды қиратуға келдім. Сен оны қорғаудың орнына өз түйелеріңді сұрап тұрсың ба?» дейді. Сонда Абдулмутталип: «Мен түйелердің иесімін. Қағбаның да өз иесі бар. Қағбаны сол қорғайды», дейді. Абраха: «Менен оны қорғап қалатын ешкім жоқ», деп Абдулмутталиптің түйелерін өзіне қайтарады. Сосын Қағбаға шабуылдауға әскеріне бұйрық береді. Абраханың әскерінде ең алда жүретін, сол арқылы жеңіске жететін ырым қалған Мамуд деген бір пілі бар болатын. Абраха Қағбаға бет бұрғанда бұл піл жерге шөгіп тұрмай қояды. Басын Йеменге бұрса жүгіре жөнелетін піл Меккеге қарай бір адымда тастамайды. Осылайша Меккеге жақындап, шабуылдауға күші жетпеген Абраханың әскеріне Аллаху Тағала Әбәбил деп аталатын, яғни тау қарлығашы құстарды жібереді. Бұл құстардың әрқайсысы ноқаттың үлкендігінде 3 тасты аузымен және 2 аяғымен әкеліп, әскердің үстіне тастайды. Тастар әскерлердің басынан аяғына дейін тесіп өтіп жатады. Тас тиген әскерлер қырыла бастайды. Аят каримада көрсетілгендей әскерді күйе жеген егіннің жапырағындай етті. Мұны көрген Абраха сасқалақтап қашуға тырысады. Бірақ қаша алмайды. Тастардың негізгі нысаны сол болатын. Тас оған да тиеді. Қашқан сайын денесі паршаланып тесіледі. Бұл оқиға Құран кәрімнің Фил сүресінде былай көрсетілген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам тара кайфа фа'аля раббука би асхабил фил. Алам ядж'ал кайдахум фи тадлил. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ey Расулым, Қағбаны қиратқысы келген піл иелеріне, пілдермен жабдықталған Абраха әскеріне Раббыңның не істегенін көрмедің бе? Олардың Қағбаны қирату туралы айлаларын текке кетірмеді ме? Үстеріне құстар жіберді. Ол құстардың әрқайсысы олардың үстіне балшықтан жасалған және отқа күйдірілген тас атты. Аллаху Тағала оларды күйе жеген егіннің жапырағындай етіп жойып жіберді.
Құрметті мұсылман бауырлар, ұрпақ үшін кәделі видеороликтердің келесі санын ең бірінші көру үшін арнамызға жазылып, оның қасындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Осындай пайдалы видеороликтермен достарыңызбен бөлісіп, WhatsApp-тағы топтарға жіберулеріңізді сұраймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.